Сәлем достар. Бауыр біздің ағзамыздың нағыз сүзгісі. Ол токсиндерді шығарып, зат алмасу процесін реттейді. Бірақ бауыр аурулары көбінесе өз белгілерін кеш береді, сондықтан денсаулығымызға уақытылы көңіл бөлу өте маңызды. Бүгін біз бауырдың қауіпті белгілері туралы айтып, оны халықтық әдістермен емдеудің тиімді тәсілдерімен бөлісеміз. Бұл ақпарат сіз үшін пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бауыр ауруларының ең жиі кездесетін белгілері. Шаршағыштық пен әлсіздік. Егер сіз аз жұмыс істеп шаршай берсеңіз немесе таңертең ұйқыдан тұрып демалыссыз жүргендей сезінсеңіз, бұл бауырдың қызметінде ақау бар екенін білдіруі мүмкін. Көздің және терінің сарғаюы. Бауыр дұрыс жұмыс істемегенде билирубин деңгейі көтеріліп, тері мен көздің ақ қабығы сарғаяды. Бұл сарғаю деп аталады, және ол бауыр ауруларының негізгі белгілерінің бірі. Іштің оң жақ бөлігіндегі ауырсыну немесе дискомфорт. Бұл бауырдың қабынғанын немесе оның ұлғайғанын көрсететін белгі. Мұндай жағдайды елемеуге болмайды. Тамаққа тәбеттің төмендеуі және жүрек айнуы. Егер тәбетіңіз жоғалса, немесе жиі құсу байқалса, бұл бауырдың токсиндерді шығара алмауынан болуы мүмкін. Терідегі қышу, бөртпелер және көгерулер. Терінің қышуы немесе оңай көгеру бауырдың қан ұю факторларын жеткіліксіз өндіруінен туындайды. Бұл да елеусіз қалдырмау керек белгі. Бауырды халықтық әдістермен емдеудің ең тиімді жолдары. Бірінші әдіс. Бал мен лимон қосылған су. Таңертең аш қарынға бір стақан жылы суға бір шай қасық бал мен лимон шырынын қосып ішіңіз. Бұл бауырды токсиндерден тазартуға және иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Екінші әдіс. Итмұрын қайнатпасы. Итмұрын бауыр жұмысын жақсартатын танымал өсімдік. Итмұрын жемістерін ыстық суға салып, 20 минут тұндырып ішсеңіз, бұл бауырды қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Үшінші әдіс. Сүттіген. Бұл өсімдіктің тұнбасы бауыр жасушаларын қалпына келтіріп, оның қызметін жақсартады. Сүттігенді дәріханадан дайын тұнба ретінде сатып алуға болады. Төртінші әдіс. Асқабақ шырыны. Асқабақ шырыны бауырға өте пайдалы. Оның құрамындағы ферменттер бауырды токсиндерден тазартуға және оның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Күніне 100 мл ішкен жеткілікті. Бесінші әдіс. Түймедақ пен жалбыз шайы. Бұл шайлар қабынуды басып, бауырды тыныштандырады. Әсіресе кешке ішкен пайдалы. Алтыншы әдіс. Алоэ мен бал қоспасы. Алоэ гелі мен балды араластырып, бір шай қасықтан күн сайын таңертең ішіңіз. Бұл бауырды тазартуға және жалпы денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Бауыр ауруларының алдын алу, аурудың алдын алу әрқашан оңайырақ. Міне, бауырды қорғаудың бірнеше қарапайым әдісі. 1. Майлы және қуырып пісірілген тағамдардан бас тартыңыз. 2. Газдалған және қантты сусындарды азайтыңыз. 3. Алкогольден бас тарту, бауырды қорғаудың ең тиімді тәсілі. 4. Күніне жеткілікті су ішіңіз, бұл ағзаны токсиндерден тазартады. Бауыр біздің ағзамыздың қақпашысы. Егер сіз оның саулығын сақтағыңыз келсе, осы кеңестерді күнделікті өміріңізге қосыңыз. Ал егер жоғарыда аталған белгілердің бірін байқасаңыз, дәрігерге қаралуды ұмытпаңыз. Халықтық әдістер бауырды нығайтуға көмектескенімен, ауруды емдеу үшін кәсіби кеңес қажет болуы мүмкін. Бұл видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылыңыз. Бізбен бірге денсаулығыңызды күтіңіз. Денсаулығыңыз басты байлығыңыз.